Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін біз картошка фри пісіреміз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші картопты аршып, турап, жуып, тазалап, осылай кесеміз. Картопты осылай турап болған соң ыдысқа салып, салқын су құямыз. Салқын суға салып қоямыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Сосын картопты осылай араластырып, жақсылап салқын суға 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткен соң осылай таза шүберекке картопты орналастырамыз. Шүберекке немесе салфеткаға орналастыруға болады. Содан кейін табаға май құйып, майды жақсылап қыздырамыз. Май қызған соң картопты саламыз. Картопты майға былғап қуырамыз. Содан кейін піскен соң картопты таза салфеткаға саламыз. Міне біздің картошка фриіміз дайын. Ас болсын.